Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен есімдік деген жаңа тақырып өтеміз. Есімдік, есім сөздердің зат есім, сан есім, сын есім орнына жүретін сөз табы. Есімдік заттың өз атауын да, белгісінің, санының да атын білдірмейді. Тек соларды нұсқап, меңзейді. Олардың орнына қолданылады. Сол себепті кейде есімдікті орынбасар сөздер деп те атайды. Есімдіктер жіктеледі, септеледі, тәуелденеді және көптеледі. Есімдік құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара есімдік бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, мен, олар, сен, біреу. Күрделі есімдік кемінде екі түбірден тұрады. Мысалы, кімде-кім, өз-өзіне, әлде қашан, ешбір. Есімдік мағыналық, тұлғалық жағына қарай жеті түрге бөлінеді. Олар: жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау есімдігі, белгісіздік есімдігі және болымсыздық есімдігі. Жіктеу есімдіктері белгілі бір жақ түрінде қолданылатын есімдіктің түрі. Мен, сен, сіз, ол, біз деген сөздер жатады. Адамға байланысты айтылып, кімдер деген сұраққа жауап беріп, зат есімнің орнына жұмсалады. Мысалы, мен үйге келдім. Сілтеу есімдігі нұсқау, көрсету мағыналарын көрсетеді. Мысалы, бұл, мынау, анау, сол, мына, міне сөздері сілтеу есімдігіне жатады. Мысалы, мына кітапты оқы. Үшінші есімдіктің мағыналық түрі сұрау есімдігі. Сұрау есімдігі жауап алу мақсатында қойылған сұрақтар. Қазақ тіліндегі барлық сұраулы сөздер жатады. Мысалы, кім, неше, қайда, неге, қалай. Сыныпта кім жоқ? Бүгін қалай демаласың? Ертең нешеде келесің? Деген сұрақтармен сөйлесіп отырамыз. Сұрақ қойыла айтылған сөздердің барлығы да сұрау есімдігіне жатады. Өздік есімдігі әр түрлі тұлғадағы өз деген бір ғана сөзбен құралады. Өздік есімдігіне өз, өзім, өз-өзіне, өзіміз, өзің деген есімдіктер жатады. Мысалы, ескі суреттен ол өзін таныды. Жалпылау есімдігі жалпылау, жинақтау мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі. Барлық, бәрі, тегіс, түгел, күллі осы сөздердің барлығы да жалпылау есімдігіне жатады. Мысалы, сабақта бәрі бар. Белгісіздік есімдігі белгісіз мәнде айтылатын сөздер. Нақтылап көрсетпейді, жорамалдап көрсетеді. Мысалы, сыныпқа біреу кірді десек, кімнің кіргені белгісіз. Жасалуына қарай әр, бір, әлде деген үш сөз ұйытқы болып қызмет атқарады. Мысалы, әркім, әлдегім, әрқалай, бірнеше, бірдеме, кейбір, әрқалай. Болымсыздық есімдігі есімдіктің соңғы түрі. Істің де, заттың да, ештеңенің де болмағанын болымсыздық мағынасын білдіреді. Негізінде еш деген сөзбен кейбір есімдіктердің бірігуі арқылы жасалады. Ешкім, ешқайда, ештеме, ешқашан, дәнеңе. Мысалы, маған ешкім жауап берген жоқ. Ал енді балалар, тапсырма орындаймыз.
Тапсырманы орындамас бұрын видеоны үзіліске қойып қойыңыз. Көп нүктенің орнына тиісті есімдіктерді қойып жазыңыз. Өзіңді тексер. Сіз ата-анаңызбен тұрасыз ба? Мұрат бізге әңгіме айтты. Ауа райы қандай тамаша! Әр халықтың өзінің ұлттық тағамы бар. Бұл үйде жақын досым тұрады. Отанын қорғау әрбір азаматтың борышы. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тест тапсырмасы. Өзіңді тексер. Есімдік қандай сөз таба? Есім сөздер орнына қолданылады. Есімдік мағынасына қарай нешеге бөлінеді? 7-ге бөлінеді. Орынбасар сөзді атаңыз. Есімдік. Берілген сөздердің қайсысы есімдік? Қандай? Әрі жіктеу, әрі сілтеу есімдігін көрсетіңіз. Ол. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, балалар.